Мұхтар Мәжәссал. Неге Мұхтар? Өйткені қазақта мынандай сөз бар. Қазақты танығың келсе, ең бірінші Абайды таны. Абайды таныған, қазақ таныған. Яғни сол Абайды тек Қазақстанға ғана емес, бүкіл әлемге танытқан ол Мұхтар Омарханұлы Әуезов. Оған Абай жолы романының 4 томдық жинағы оған дәлел болады. Яғни бұл педагогикаға да, жазушылыққа да көптеген үлес қосқан тұлға екені бүкіл барша қазаққа мәлім деп ойлаймын. Яғни біздегі 90-шы гимназия ұлттық гимназия болғандықтан біз тек ұлттық құндылықтарды дәріптеп қана қоймай, ұлы тұлғаларымызды да, ұлы адамдарымызды да біз әр қабырғаға іліп, ұрпағымызға өнеге өшпес мұра етіп қалдырдық. Әрқайсысына тоқталып өтейік. Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы ол кісі қазіргі қолданып жүрген, жазып жүрген әліпбиіміздің негізін қалап, соны және тағы да басқа алашордалықтарға көмек беріп, соның белді мүшесі болған. Жердегі көне жәдігерлер мен мәдени ескерткіштерді тапқан Мұхтар Әуезовті жаңа ғана мен айтып түсіндірдім. Ал Қаныш Сәтбаев бұл қазақтан шыққан тұңғыш геолог, қазақ жеріндегі кездесетін 116 элементтің барлығын тауып, картаға түсіріп, келер ұрпаққа мұра етіп қалдырған біздің ұлы тұлғаларымыздың бірі. Мен қазір осы мектепте оқып жүрмін, өрлеймін өз әлімше отын жардың. Абайды оқып тағылмау деп ескерткен қайым ата сөздерін тоқып жүрмін. Олардың үлгі алып өмірінен өзімді тай жарысқа қосып жүрмін айыбен. Бір күнің өсін айналайды. Бұлай ма, қалай шығамыз? Жүріңіздер, бұлай қарай шығамыз.